бала уже 1,5 айда көзге қарай бастады, атына қарай бастады. Атын шақырсақ айтуре дейсіз, уже атына қарай бастады. Бөтен адам, бөтен орта болғаннан кейін, ақ халатты адам болғаннан кейін одан кішкене қорқыныш сезім болады, берген. Ана бала жазбаған, уже бұл да қалай жазу керектігін бұл бала білмейді деп, балада түсінік жоқ деп, жаңағыдегі ЗПР диагноз қойып берген ғой. Сөйлеу, моторика, сенсорика, эмоция, таным. Осы барлығын зерттеп болғаннан кейін бар баланың анасына жеке уже түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Сезім талдылығына, қызығушылығына сай келмесе, балада көбінесе нәтиже болмайды. Бала қабылдамайды, ол бала қызықсыз болуы мүмкін. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бұл ұлт пен ұрпаққа біліммен пайдалы болуды көздейтін Шырағың сөнбесін арнасы. Тізгінде мен, Ділназ Дидарқызы. Біз бүгін ерекше балаларға арналған шығарылымды жалғастырмақшымыз. Студиямыздың қонағы Logo Room орталығының негізін қалаушы Перизат Нұрланқызы. Перизат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Перизат ханым, әуелі өзіңізбен таныссақ, біздің арнаның дәстүрлі сұрағы, өзіңіз туралы 3 ерекше факт ұсынсаңыз. Ең бірінші тәуекелшіл, жаңашылдықты жақсы көретін жанмын. Үшінші, биікке ұмтылған жақсы көремін. Перизат ханым, енді біз ерекше балалар деген қаншама шығарылым арнап жүрміз, бірақ ата-ананың көкейінде әлі де сұрақ көп. Сізден маман ретінде білсек, жалпы ерекше балалар не үшін көбейіп жатыр, өзіңіздің тәжірибеңізден? Менің тәжірибемде ерекше балалар санының көбеюі бір ғана себептен емес, бірнеше факторлардан тұрады. Ең бірінші, бұрынға қарағанда қазіргі кезде диагностика қайда жақсарды. Яғни бұрынғы ата-аналар бала сөйлеп кетеді, мінезі ұяң, бізде де осындай тұқымда болған деген бізде қазаққа салынады. Ол қазіргі таңда біз ата-жерде көріп жүрміз ғой, енді сол заманда болған жағдайлар. Қазіргі таңда аутизм спектрі, сенсорикалық бұзылыс бар балалар сөйлеу тежелуі секілді диагноздар анықталып жатыр. Екінші, тоқталып өтетін болсам, қазір өмір салты бұрынғыдан әлде қайда басқа. Ата-ананың уақыт тапшылығы, балаға деген уақыттың жетпеушілігі, табиғи сөйлеу тілінің жетіспеушілігі, гаджеттің шамадан тыс қолдану. Яғни біз енді әйел адам болғаннан кейін үйдің тірлігі, түздің тірлігі азаныңғадан басталады. Енді әйел адамның тірлігі біткен емес қой. Балаға уақытымызды, бала тыныш отырсыншы деп жаңа телефон беріп қоямыз. Ол мүлде дұрыс емес. Бұл баланың көрініп тұр ғой, сөйлеу тілінің дағдарысын алып келеді. Үшінші, бұл экологиялық және биологиялық фактор. Аяғы ауыр кезде әйел адам күйзеліске түседі. Және де тамақтану дұрыс емес, жүйке жүйесі сыр береді, жаңағыдегі дәрі-дәрмек, химиялық заттарды көп қолданғаннан баланың дамуы тежеле бастайды. Енді өзіңіздің орталығыңыз бар. Осы орталықта қандай диагноздармен балалар жиі келеді? Бұл диагноздар туралы тарқатып өтейікші. Біз ерекше балалардың диагнозын бағана өзіңіз студия сыртында да айтып қалдыңыз ғой, ЗРР, ЗПР мен шектеліп қалдық деп. Мүмкін одан да көп диагноздар туралы көбірек білсек. Бірінші, тоқталып өтсем, сіз айтқанша ЗРР, сөйлеу тілінің кешеуілдеуі. Бұл диагноз емес, бұл тежелу деп айтады негізі. Бұл тежелу кезінде бала барлық сөздер түсінеді, яғни пассивті сөздер бар балада. Отыр, тұр, алып кел барлығын түсінеді, бірақ активті сөздер жоқ. Көзге қарайды, нұсқаулық, яғни указательный жест балада болады. Ал ЗПР, яғни сөйлеу тілінің тежелуімен қатар психикалық тежелу, танымдық тежелу, когнитивтік тежелу. Бала тізбектеп ойнайды, қарапайым нұсқаулықтар түсінбейді, өзінің енді керегін тек агрессия, жылау арқылы алады көбінесе. Ал тағы да тоқталып өтетін болсам, дизартрия, дислалия. Дизартрия дегеніміз бұл көбінесе балалар бұл кезде
дыбыстарды бұрмалап айтуы, тілдің әлсіздігі немесе керісінше, яғни гипертонус, гипотонус деп айтамыз, сілекей ағуы болуы мүмкін, айтылуы түсініксіз сөйлемдер. Бұл балаларға тек дыбыс қою емес, тұлғалық сөйлеуде қайта қалыптастыру қажет болады. Және де аутистік спектрдің бұзылысы. Бұл белгілері көзге қарамау, есімге жауап бермеу мүлде, сөйлеу кешеуілдеуі, эхолалия, және де стим. Стим дегеніміз қайталау, стереотип. Қол бұлғау, болмаса жаңылдегі бабочный эффект деп айтамыз, аяқтың ұшымен жүруі, болмаса бір жаңылдегі ұзын жіпті алып ойнауы деген сияқтылар жатады. Бұл бір ойын дағдысы жоқ, тізбектеп ойнау. Бір затпен ұзақ уақыт айналысуда жатады. Маңыздылығы бұл балаларға күн тәртібі, визуалдық қолдау, именно осы аутизм бұзылысы бар балаларға ең бірінші ABA терапия көп көмегін тигізеді. Яғни мінез құлық коррекциясы. Жетон арқылы жаңағыдегі өзінің арнайы ABA терапияның өзінің арнайы элементтері бар, жұмыс жасайтын. Сол ABA терапевт мамандар жұмыс жасайды. Осы аутизм спектр балаларға көп көмектерін тигізеді. Тағы да СДВ-ге тоқталып өтетін болсам, бұл зейіннің тұрақсыз болуы, гиперактивтілік бұзылысы. Бір орында отырмау, тапсырма берсең аяғына шейін орындамай тастап кетеді. Тез ашуланады, эмоцияға беріліп кетеді. Топта тәртіп сақтай алмауы болуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар кездеседі енді. Бұл кезде қалай көмек береміз? Бұл жерде балаға миға стимуляция жасау қажет болады, сенсорикалық интеграция және нейрожаттығулар бізге СДВГ диагнозымен жұмыс жасауға көп көмегін тигізеді. Алалияға келетін болсақ, алалияның өзі екіге бөлінеді. Моторлы алалия және сенсорлы алалия. Моторлы алалия дегеніміз бұның белгілері қандай? Баланың түсінуі бар, бірақ жеткізе алмайды балада. Дыбысты А, О, У, яғни жеке дыбысты шығарудың өзі балаға қиындық туғызады. Біздің арнамызға жазған бір келіншектің сырын бөлсем, сәбиі 3 жастан асса да сөйлемесе керек, маманға апарайын десе, үйдегі үлкендер, атасы, енесі, менің де балам 5 жастан аса сөйледі, әкесі де сондай, атасы да сондай деп маманға апаруға қарсы болған екен. Өзіңіз де осындай ситуациялармен жиі кездесетін шығарсыз. Жалпы бүгінгі буын мен бұрынғы буынның айырмашылығы үлкен екенін маман ретінде түсіндіріп берсеңіз. Ата-ананың міндеті, яғни баланы аяққа тұрғызу, баланы қарау, баланы өмірге алып келген соң, бұл бізге жауапкершілік. Бұл әр ата-ананың өзінің жауапкершілігіне деп ойлаймын. Бұл ескі көзқарасқа, енді ескі түсінікке сеніп, бір атаң да, әкесі де кеш сөйлеген деп күтудің қажеті жоқ. Әр баланың ми дамуы бір жеке процесс қой. Ал ата-ананың ең үлкен жауапкершілігі бұл баланың дамуына кішкентай болса да өз үлесін қосу. Бұндай жағдайға мен мысал келтірсем болады. Осыдан бір 3 ай бұрын бізге бір ата-ана келді. Өзіміздің ауылдан. Бала 1 жас 5 ай. Бала атына қарамайды, көзге қарамайды, мүлде. Балада ешқандай реакция жоқ. Ойыншықты қалай ойнау керегін білмейді. Тек қана тізбектеп ойнайды. Бұл екінші баласы болады жаңадегі ананың. Бірінші үлкені қыз болады. Ол қызда ЗРР диагнозы болады. Бірақ ЗРР диагнозын анасы біліп, 2 жас 5 айында білген екен. Логопед-дефектолог маманы алып барып, 3 айда результат көреді. Ал бұл балада бәрі керісінше. Балада ЗПРР диагноз беріліп тұр, өйткені атына қарамайды, мүлде қиындау. Бірақ үйінде 2 енесі болады. Жәлдегі өзінің енесінің үлкен енесі. Екеуі де қарсы болады алып баруға, ешқандай да балада ештеңе жоқ, балада барлығы дұрыс деп. Енді қасқырдың аузы жесе де ған, жемесе де ған, біздің қазақтың менталитетінде келін кінәлі ғой. Может, проблема сенен шығар деп.
сонда да жаңағыдегі анасы жылап ебілдеу болып келіп жаңағыдегі главное мен анаға мотивация беремін. Бірінші балаға сенім керек. Сенім болмаған жерде балада результат болмайды. Сеніп бірге жұмыс жасадық, маман, ата-ана, бала, яғни үшеуі бірлесіп жұмыс жасаған жерде нәтиже 100% болады. Жұмыс жасадық, бала уже 1,5 айда көзге қарай бастады, атына қарай бастады. Атын шақырсақ айтөре дейсіз, уже атына қарай бастады. Шүкір, қазір баламыз жеке сөздер шығып келе жатыр. Енді кейбір аналардан емес, мамандардан жиірек естеймін, кейде біз аутизм диагнозын қойсақ та аналар мойындамай жатады, жұмыс істемей жатады, бізде бұрын мынадай диагноз болмады деп. Бұл жағдайда не істеу керек? Көп ата-аналар үшін аутизм деген сөз енді ауыр естілетін диагноз. Олар баласының өзгеше екенін қабылдауға дайын емес. Енді ол дайын болмайды. Дайын емес, әрине, дайын болмайды. Бұған бірнеше факторлар бар. Бұл бірінші қорқыныш пен теріс айналу. Ата-ана көбіне мен балам жаңағыдай кеш сөйлейді, ондай емес, сәл өссе ортаға қосылып кетеді деп жұбатады. Бұл психологиялық қорғаныс механизмі деп аталады. Және бізде қоғамның көзқарасынан қорқады. Көп ортада енді өзімізде қазір көріп отырсыз ғой, аутизм бар балалар буллингке ұшырап жатыр. Әлі күнге дейін біздің қоғам дайын емес ондайға, аутизм бар балаларды ортаға қабылдауға. Ауру, тәрбиесі жоқ деп қате пікірден қорқады осындай. Үмітпен салыстыру, жаңағыдай мен айтқандай, әкесі де кеш сөйледі, бала да кеш сөйлейді деген сияқты. Бұл диагнозды қабылдау қалай тым ерте жаңағыдай баланы ерте қабылдап, баламен ерте жұмыс жасасақ, баладан нәтиже көру әлдеқайда жеңіл болады. Біз уақытты жоғалтамыз. Егер де ұзақ уақыт ата-ана балаға жаңағыдай сенімсіздік көзбен қарайтын болса. Ал шын мәнінде бізде аутизм жаңағыдай жаза емес, бұл ерекшелік. Ерте қабылдап, жүйелі қолдап, жаңағыдай баламен балаға қолдау көрсеткен сайын баланың даму мүмкіндіктері де арта түседі. СДВГ диагнозы туралы білсек, бұл диагноздағы балалар мектепте өзінің қатарластарымен білім ала ала ма, немесе бір арнайы ортаға жетпей, қалай ойлайсыз? СДВГ дегеніміз бұл зейін тапшылығы мен гипербелсенділіктің бұзылысы деп айтамыз. Бұндай бұзылыс бар балалар мектеп бағдарламасын меңгере алады. Бірақ бұл бірнеше факторлардан тұрады. Олар бірнеше факторларға байланысты. Бірінші, симптомдардың ауырлығына байланысты. Ең ерте балада жеңіл немесе орта деңгейдегі СДВГ болса, бұл жалпы білім беретін мекемелерде оқи алады. Бірақ оған мұғалім тарапынан көбірек түсіністікпен ережелер және қолдаулар қажет болады. Ал егер ауыр формада болатын болса, бұл көбінесе арнайы инклюзивті сыныпта болмаса, жаңағыдай арнайы түзету мектептері болады, арнайы соған сонда оқи алады. Ал біз СДВГ синдромы бар, яғни балаларға қалай көмектесе аламыз? Балаларға көбінесе мұғалім осы диагноз туралы толық түсініп оқу қажет. Одан кейін баланы жазғырмай жүйелі түрде жаңағыдай баланы бағыттай білсе, бала оқу материалдарын меңгере алады. Мұндай балалар бізде қысқа тапсырмалар, көрнекіліктер, жаңағыдай қозғалыста болған жақсы көреді да, бұндай балалар. Көбінесе арнайы таблица Шульте деп айтылады, сондай материалдар арқылы жұмыс жасау қажет болады. СДВГ бар балаларға не жақсы нәтиже береді? Бұл бірінші психологтармен жұмыс жасау керек. Яғни өзін өзі реттеу және эмоцияны басқару үшін бізде психологпен жұмыс жасау керек.
Логопед дефектолог маманы бізге зейінді дамыту әдістері бойынша көмекке келеді. Дене белсенділігі және баланың жаңағыдегі дене белсенділігін мен яғни энергияны жұмсау үшін бізге баланы спортқа беру керек. Яғни гимнастика, жаңағыдегі велосипедпен айналысу, болмаса жаңағыдегі бокспен, спортпен деген сияқты. Өйткені бала өте импульсивный, энергиясы толып тұрады ғой. Сол үшін баланы бір спортқа бейімдеген дұрыс деп ойлаймын. Енді тұтығу туралы білсек, бала тұтыға бастағанда не істеу керек? Ата-ана қандай реакция көрсету керек? Не істеуге болмайды сонымен қатар? Балаға қысым жасамау керек. Ең бірінші балаға қысым жасамау керек, және баланың алдында тұтықпа деген сөзді қолдануға мүлде болмайды. Өзін төмен сезінуге және уайымның күшеюіне алып келеді. Және баланың сөйлеу барысында сынауға болмайды. Қара, сен тағы тұтығып жатырсың деген сияқты сөздер айтуға мүлде болмайды. Бұл балада қорқыныш пен тұйықтықты алып келеді. Жарыс сөздерден аулақ болу керек. Яғни сен тұтығып жай сөйлеп жатырсың, ол қасындағы досың сенен қатты жақсы сөйлеп жатыр деген секілді ондай салыстырулардан ата-аналар аулақ болу керек. Және күлуге мүлде болмайды. Керісінше балаға баяу сөйлесіп, баланы асықтырмай, киіну, жаңағыдегі тамақ ішу, ойнау кезінде де баланы мүлде асықтыруға болмайды. Ішкі күйзеліс бұл тұтықпаны күшейтіп жібереді. Бұл кезде бізде ең бірінші жаңағыдегі үйде тыныс алу жаттығуларын жасау керек, және бізде арнайы өзінің бағдарламалары бар жеке. Сол бағдарламалармен жұмыс жасасақ, тұтықпаны 100% жеңеміз. Осы тұста мен де аналарға айтарым, негізі тұтықпа мүлдем жоқ қылып жіберуге болатын диагноз. Себебі біздің арнамыздың Астанада өткен түсірілімінде дәл осы диагнозды жеңген маман келіп, бізге еркін тақырыпта сұхбат берген болатын. Өте еркін шығарылым болды. Сондықтан мүлдем уайымдаудың, тұтықпа қалып қалады-ау деп қобалжудың қажеті жоқ дер едім. Біздің орталыққа 4 жас 2 айлық қыз келді. Анасымен диагностика жазылған болатын. Диагностика барысында анасының запросы қызымда дыбыстарды дұрыс айта алмайды. Бірақ бізде диагностика барысында балада анықтадық, тұтығу болды. Балада тұтығу болды, біз анасы байқамаған екен. Анасына диагностика барысында түсіндіріп, екі жақты бірлесіп маманмен жұмыс жасап, 3 айда осы тұтығу дертін біз жеңдік. Керемет. 3 айда бұл диагнозды жеңіп шығуға болады. Енді сенсорлық моторика туралы білсек, өзіңізде анасыз ғой, үй жағдайында баланы қалай дамыту керек? Баланың сенсорлық моторикасын қалай дамытамыз? Сенсомоторлық дағдыларды дамыту бұл баланың сөйлеу, назарын аудару, өзін реттеу қабілеттерінің негізі. Үй жағдайында ата-аналар арнайы құралдарсыз-ақ өте тиімді, жаңа үйде бар заттармен қызықты етіп жасауға болады. Мен мысалға айтатын болсам, яғни қолмен саусақ моторикасына келіп тоқталатын болсам, бұл жерде біз ми мен сөйлеу орталығының белсенділендіруіне жұмыс жасаймыз. Мысалға айтатын болсақ, кішкентай бұршақ, күріш, үйде өзіміздің дәні дақылдардың арасынан ойыншықтарды табу керекті. Іздеу барысында, яғни жануарларды, үй жануарларын салып қойсақ, бала эмоцияны жақсы қабылдайды ғой, яғни күлу арқылы, ой, жаңадегі іздеп таптық, қарашы, бә, тағы да іздейміз, бірге іздейміз баланың қолымен. Қарашы, не шықты, игого қандай, қара, үлкен, қайсы кішкентай, бә, қайненді тағы да тұғамыз, енді тағы да іздейміз деген сияқты ойындар. Қарапайым үйдегі прищепканы алып, үстімізге киімдерді баланың үстіне қыстыру арқылы, болмаса жіптерге қыстырып, жаңадегі ашып жабу арқылы жұмыс жасауға болады. Бізде қазір жұмсақ пластилиндер бар,
пластилиндермен жұмыс жасауға болады. Арнайы балаларға арналған көбіктер бар. Балалар ол көбіктерді өте жақсы көреді, жаңа ұстағанды, иә, көбіктерді жаңа ваннаға түскен уақытта баланы шомылдыру барысында қолдансақ өте керемет сенсорикалық заттар. Болмаса қағаздарды жыртып, оны жапсыру, яғни коллаж жасау, ол да біздің қолмен ұсақ моторикасына жатады. Келесі бізде дағды аяқпен сезу. Яғни аяқпен сезу, бұның мақсаты дене сұлбасын тепе-теңдікті сезіну болып табылады. Қысқаша жаттығуларына келетін болсам, бұл жерде арнайы тактильді кілемшелер арқылы жүру, вестибулярды аппарат бойынша тепе-теңдігін ұстау, аяқпен сезу. Бұл аяқпен сезу мақсаты дене сұлбасын тепе-теңдікті сезіну. Жаттығуларына келетін болсақ, арнайы тактильді кілемшелер арқылы жүріп өту, арнайы болмаса жастықшалар бар, жастықшаның үстімен жүріп өту, және үйде жаңағы сүлгі, болмаса простыня бар ғой, енді папа мама екі жағынан ұстап, гамак жасап ойнап, біз бұрын жаңағы үйшік жасап, столға көрпешені жауып қойып, оның астынан ойнап, жаңағы жасаушы едік қой өзіміз. Әткеншекпен тербетіліп, үйде жаңағы анамыз екі жақтан ұстап, соның барлығы бізде осы сенсорикалық ойындар. Келесісі бізде сенсорикалық зерттеу, яғни бұл сезім мүшелерін белсендендіру, яғни жылы суық, болмаса тәтті, тұщы, иіс сезу, дәм сезу аппараттармен жұмыс жасау. Яғни үйде болады, көзін байлап қойып, қарапайым кофе, лимон, алма, үшеуін алсақ, яғни иіске шыққаннен, ой, мынау ненің иісі, яғни мынау ненің иісі, қане табамыз, солай жұмыс жасақ болмады. Болмаса жаңағы қапшықтар бар ғой, енді сол қапшықтардың ішіне өзіміз мысалы фасоль, горох, болмаса кедір-бұдыр қатты заттарды салып қойып, оны тауып мынаның ішіне не бар, осының барлығы сенсорикалық ойындарға жатады. Енді өзіңіздің орталығыңыз бар екен, осы орталықта есіңізде қалған ерекше балалар қандай нәтиже көрсетті, қанша айда нәтижеге жеттіңіздер, соларды білсек? Менің тәжірибемде бір ата-ана болып есте қалатын. Жаңадегі невропатолог, біздегі Алматыдағы ең атақты невропатологтардың бірі, балаға ЗПРР диагнозын қойып берген. Ана ебіл-дебіл жылап біздің яғни орталықтың мамандарына келді. Сол кезде диагностика жасау барысында балаға қате диагноз қойылған. Қате диагноз қойылған балада қалай баланы невропатолог тексергенін айтып берген. Балаға жаңағы қағазбен ручка берген, 1 жас жаңағы 4 айлық бала ғой. Жазбаған ғой жаңағы. Ол енді бөтен адам, бөтен орта болғаннан кейін, ақхалатты адам болғаннан кейін, одан кішкене қорқыныш сезім болады, берген. Ана бала жазбаған, уже бұл да қалай жазу керектігін бұл бала білмейді деп, балада түсінік жоқ деп, жаңағы ЗПР диагноз қойып берген ғой. Қарасақ, баламен жұмыс жасау барысында уже балада жеке сөздер пайда бар екенін білдік, балада жеке сөздер бар екенін білдік. Ата-анаға түсіндірме жұмыс жасадық. Уже балада, яғни ЗПРР диагнозы емес, балада тек қана сөйлеу, тежелу екенін анықтадық. Сондай да бір оқиғалар болды, Тағы бір есте қалған ерекше кейстер бар ма? Осындай бір бала? Көбінесе енді мен негізі жеке маман болып жұмыс жасадым басында. Жеке маман болып жұмыс жасадым. Ол жерде жаңағы отбасылық жағдайға байланысты ол жерден шығуға тура келді. Яғни балам кішкентай болды. Сол кезде жаңағы жұмыс жасаған ата-аналарым осы орталықта ашуыма басты себепкер болды. Шындығын айтқанда. Өйткені менде бір ата-ана болды, сол жаңағы жұмыс жасап жатқан орталығыма келген. Сол кезде балада мүлде дыбыс болмайтын. Бала секіруді білмеді.
балада бір айда жақсы нәтижеге жеттік. Бала секіруді үйренді. Балада жеке сөздер шықты. Жаңағыдегі 4 жастағы қыз бала болатын. Осыдан қателеспесем 1,5 жыл бұрын. Қазір сол қыз енді отбасылық жағдайларына байланысты Астанаға көшті. Бірақ біз 1 жыл бойы үздіксіз жұмыс жасау барысында бала, жаңағыдегі қыз баласы 3 жаңағыдегі мама мен жеймін, яғни мама маған керек, өз қажеттілігін айта алатын деңгейге дейін жеттік. Шүкір Аллаға, қазір ол ата-анамен құрбы секілді байланыстамыз әлі де. Көрерменнен келген хаттан бөлсем, балам 2 жаста, әлі сөйлемейді, бірақ бәрін түсінеді дейді. Бұндай жағдайда не істеу керек? Егер бала 2 жаста болса, бірақ бірде-бір сөз айтпайтын болса, бұл кезде, яғни логопед, дефектолог және невропатолог мамандарына көрсету қажет. Сөйлеу кешелуі нейро қабылдаудың қиындылығы болуы мүмкін, бірақ ерте түзету жұмысын жасаса нәтиже береді. Балада пассивті сөздер болса, оны баламен ойнау барысында, яғни қажеттіліктер, мысалы, не береміз, бала не қажеттілігін айтады. Су, яғни барлығын қысқа эмоционалды түрде, мысалы, баламен түсіндіру керек. Мысалы, доп берсек, доп, қара, доп, бұл доп, допты қағып ал, доп, мысалы, бала деп көрсетеді жылап, яғни су ішкісі келіп тұр, ой, қара, айым, су, көрсетеміз тағы да эмоциямен, су, баланың мұрынмен және көз байланысында, су, қара, су, іш деп балаға қысқа эмоционалды сөздер арқылы балаға түсінікті етіп жеткізсек, балада уже пассивті сөздер активті сөздерге ауыса бастайды. Перизат ханым, енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, невропатолог қате диагноз қойған деп. Негізі біз маманды қалай таңдаймыз? Қазір әлеуметтік желіде невропатологты да, логопедті де, дефектологты да оңай тауып алуға болады. Жастан шыға қояды, бірақ ата-аналар шағымданып жатады, нәтиже жоқ, нәтиже әлі өзін көрсетпей жатыр. Маман таңдаудан қателестік пе деп, кейде оқырманына, рилстардың қаралымның санына қарап маман таңдап жатамыз ғой. Ең бірінші маманның жұмыс өтілімі, неше жыл жаңағыдей білімін анықтайтын құжатын сұрау, тек сертификаты бар маман болып жаңадан бастап жатыр. 3 айлық, кейде 6 айлық ұйым осы, енді қазіргі таңдағы біздегі жанды жеріміз ғой. Баланың олай, мамандарға айтатыным, баланың олай 3 айлық курс оқып, бір апталық курс оқып, баланың өмірімен ойнаудың қажеті жоқ. Бұл бірінші ата-ана сеніп келгеннен кейін жаңағыдегі сенімін ақтау керек қой, ең алдымен. Ең бірінші сіз диагностикаға келген кезде 15 минут диагностика алып, бәрін айта салатын маманнан бірден қашу керек. Неге? Өйткені маман жеке жоспар құрып, баланың толық диагностика 5 бөлім арқылы жаңағыдегі жұмыс жасау керек. Баланы тексеріп алу керек. Бірінші бұл сөйлеу, моторика, сенсорика, эмоция және таным. Осы барлығын зерттеп болғаннан кейін бар баланың анасына жеке уже түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Сол кезде уже бала жаңағыдегі маманға деген сенімділік пайда болады да. Сол кезде уже байқауға болады қандай маман екенін. Және маман жеке жоспар құру қажет. Әр балаға, яғни 1 айлық немесе 3 айлық мақсаттар жазылуы тиіс. Жай біз сабақ өтеміз болды деген ол дұрыс емес. Және де маман 2-3 апта сайын прогресс бойынша ата-анаға есеп беру керек. Мысалы, қандай дағды шықты, не өзгерді, әлде болмаса балада не қиын болып жатыр, ата-анадан жасырмай барлығын айту керек. Екінші, невропатолог жаңағыдегі қате диагноз қою бойынша мамандар, невропатолог мамандары қате диагноз қою мүмкін. Өйткені олар да адам ғой.
Тек мен айтатыным, бұлар невропатолог мамандары, бұл және қате диагноз қою бұл жиі кездесетін жағдай. Мен сізге жаңа өзіңізге де сұхбат барысында айтып өттім. Баланың даму диагностикасын бақылау керек невропатолог маманы. Сөйлеу кешеуілінің себебін анықтау керек. Не қандай когнитивтік тұрғыдан толық ашу керек. Көбінесе жай моторика кешеуілдеді, болмаса кеш сөйледі, уақыт көрсетеді деген сияқты деп негіз невропатолог мамандары жібере салады. Көбінесе мен байқағаным. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, бір ғана маманға емес, нейропсихолог, логопед-дефектолог, жаңағыдегі апотерапевт мамандары бірігіп қараған дұрыс деп ойлаймын. Көп ата-аналар айтады да, жаңағыдегі мен маманға барып жүрмін, неге нәтиже жоқ дейді. Оның ең жаңағыдегі бірінші себебі диагноз дұрыс қойылмаған. Яғни тамырды таппай жұмыс жасау, ол нәтиже бермейді. Сабақ жүйесіз болуы мүмкін. Бір рет барып, екі апта үзіліс жасау, жоқ болып кету, тек маманға сеніп алып, үй тапсырмасын орындамау, бұның барлығы жаңағыдегі нәтиже бермейді. Тек бірнеше маман әртүрлі бағытта жұмыс жасау, яғни аққу шортан һәм шаян деген сияқты жан-жаққа тартатын болса мамандар, баладан әрине нәтиже жоқ болады. Сол секілді баланың жаңа тағы да бір маманның тәсілі баланың ерекшелігіне сәйкес келмеуі мүмкін. Баланың темпераментіне сай, актив, болмаса пассив, сезімталдылығына, қызығушылығына сай келмесе, балада көбінесе нәтиже болмайды. Бала қабылдамайды, бұл балаға қызықсыз болуы мүмкін. Кезінде алаш зиялыларын тәрбиелеген аналар тек дәулеттің қызы һәм саналы білімді әйелдер болған ғой. Тіпті Құнанбайдың өзін Зере анамыз дәрет іздейміз беген деп тарих беттерінен жиі оқимыз. Сондай балалардың, сондай ұрпақтың анасы болу үшін ана қандай болу керек деп ойлайсыз? Алаш зиялыларының артында рухы биік, иманы нық, көкірегі ояу аналар тұрды. Ол аналар баласына тек тамақ беріп, киім кигізіп қана қойған жоқ, әрине. Жанын рухын баласына беріп тәрбиеледі. Мұндай ұрпақты дүниеге әкелу үшін мен ойлаймын, енді аналар мынандай болу керек деп. Яғни олар бірінші рухани терең әйел. Яғни бұл мен түсіндірсем, өз болмысын, тілін, дінін тегін білетін әйел балаға рух береді. Ондай ана баласына кімсің, сен қайдан келдің, не үшін өмір сүріп жатырсың деген сұрақтардың жауабын үйретеді. Саналы, ойлы тұлға. Ол тек атадан қалған салтты ұстанып қана қоймайды, оның мәнін түсінеді. Яғни кітап оқу, ой толғау, сұрақ қоя білу. Себебі ойлы анадан ойлы бала дүниеге келеді. Тәрбиені ісімен, сөзімен үйлескен, тәрбиесі жаңағыдегі ісімен, сөзімен үйлескен әйел. Өйткені Зере, Ұлжан секілді аналарымыз баласына сөзбен емес, көбінесе көзқарас, іспен көрсеткен. Өзіміз тарих беттерінде көріп жүрміз ғой. Балаға барынша мейірім, баланы еңбекке баулу. Адамды адам еткен еңбек қой. Баланы кішкентайына еңбекке баулу өсіру керек. Тазалық пен ізгілікті сақтайтын әйел, ол деген дене мен жанның тазалығы бұл ұрпақ болмысында нық әсер етеді. Сіз өзің айтпақшы, жаңа дәрет іздейміз бе дедіңіз ғой, сізге қосымша. Және де бұл сондықтан бүгінгі аналарға ең үлкен тілек, сана мен рухты қатар тәрбиелеу. Керемет.
керемет, Перизат ханым. Енді подкастымыздың соңына да жақындап қалыппыз. Мамаларға айтар 3 кеңесімен түйіндесек. Маман ретінде ата-аналарға, әсіресе ерекше балалардың аналарына айтар 3 негізгі кеңесім сабыр мен тұрақтылық. Яғни баланың дамуының ең басты нәрсе бұл ата-ананың эмоционалды тұрақтылығы. Қиын кезде де сабырлы болу, балаға сүйіспеншілік пен сенімді орта құру, бұл баланың коррекция барысында, жұмыс жасап жатқан барысында бұл балаға үлкен көмек. Екінші, мамамен үздіксіз байланыс. Балаға қажетті қолдау мен терапия уақытылы алу, яғни кәсіби мамандармен тұрақты жұмыс істеу маңызды. Яғни үй тапсырмасын берсе, үй тапсырмасын орындау, қандай кеңестерін тыңдау деген секілді. Сол кезде балада нәтиже жылдамырақ болады. Және баланың ерекшелігін қабылдап және дамыту. Әр бала өзінше ерекше, кейде ол біз ойлағаннан өзгеше жолмен дамуы мүмкін. Күшті жақтарын тану, бала бір орында қалдырмай, бала может ерекше бала болғанмен, ол ерекше балалар көбінесе сурет салу және өзін сурет арқылы бейнелеген олар жақсы көреді. Сондай кезде балаларды шектемей, балаларды түсініп қолдау бұл ең маңызды себеп деп ойлаймын. Перизат ханым, керемет, жауаптарыңызға рахмет. Бүгінгі подкаст біз үшін, көрермендер үшін өте пайдалы болды деген ойдамын. Бұрын сонды естімеген диагноздарға, бұрын сонды естімеген ақпараттарға қанық болдым. Студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, подкаст ұнаса лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.